Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте нәзік және өте тойымды салаттардың бірі ананас қосылған салатты бірге әзірлейтін боламыз. Өте дәмді шығады, сіздерге де жасап көруді ұсынамын. Арнама тіркеліп, менің дамуыма үлес қосуды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге ананас, сыр, консервідегі ананас, сыр, сарымсақ және тауықтың піскен еті және греческий орех қажет. Алдымен орехты осылай туралап аламыз. Қатты майдалаудың қажеті жоқ. Осылай ірі-ірі қылып, жақсылап турап алып, таза ыдысымызға салып аламыз. Одан соң тауықтың сыртындағы терісін алып, ішіндегі етін жақсылап кубиктап турап аламыз. Жаңағы дайын болған греческий орехтың үстіне тауықтың етін саламыз. Туралған тауықтың етін саламыз. Одан соң сырымызды да осылай кубиктап турап аламыз. Сырды теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен осылай кубиктап турап алдым. Енді еттің үстіне сырымызды саламыз. Содан соң ананасты кесеміз. Ананасты да осылай кубиктап турап алдым. Мұнда ерекшелігі осы ананаста, ананаспен керемет үйлеседі дәмі. Сарымсақты осылай теркадан өткіземіз. Немесе майдалап турасаңыздар да болады. Майонез немесе қаймақ қосып, жақсылап араластырып аламыз. Біздің салатымыз мінекей дайын болды. Сіздерге де жасап көруді кеңес етемін. Кез келген қонақтарыңызға ұялмай ұсына аласыздар. Өте дәмді салат. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.